Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Дүниежүзі тарихы 8-ші сынып. Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі ұлы дағдарыстың себептері мен салдары. Сабақтың тақырыбы әлем елдері ұлы дағдарыстан қалай шықты. Осы сабақта оқу мақсаттары әлем мемлекеттерінің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы Кейнс теориясының рөлін сипаттау. 1930 жылдардағы ақш пен құрылымдық экономикалық дағдарыстың нәтижесінде экономикада орын алған өзгерістерді анықтау. Фактілерді, процестер мен оқиғаларды салыстыру арқылы дүниежүзілік экономикалық дағдарыстан шығудың түрлерін, жолдарын түсіндіру. Сабақтың мақсаты әлемдік әлеуметтік-экономикалық дамудағы кейіншіліктің рөлін сипаттау. Ғаламдық экономикалық дағдарыстан шығудың түрлі жолдарымен танысып, фактілерді, процестерді және оқиғаларды салыстыру. Бағалау критерийлері көрсетілген. Осы сабақта меңгеретін глоссарийлер. 1929-33 жылдарда болған әлемдік экономикалық дағдарыс монетализмге шек қойды, яғни айырбасталмайтын несиелік ақша жүйесі құрыла бастады. Оның ерекше белгілері несиелік ақшаның басымдылық жағдайы, алтынның демонетаризация, яғни айналымнан шығуы, банкноттардың алтынға айырбастаудан бас тарту және олардың алтындық маңызын жоққа шығару, мемлекеттің және жеке меншік кәсіпкерлердің несиелендіру мақсатында ақша эмиссиясының көбеюі, қолма-қол айналымның маңызы кеңеюі, ақша айналым мемлекеттік реттелуі болды. Осы кезеңде Джон Мейрант Кейнс, британдық экономистің еңбегі зор болды. Ол 1936 жылы шыққан кітабында жұмыспен қамту, пайыз және ақша теориясын ұсынған болатын. Ол мемлекеттің шығындарын азайту немесе арттыру, экономикалық конъюнктураға байланысты салық пен банк пайыздарын кеміту немесе көбейту арқылы экономиканы жалпы мемлекетті реттеу, микрореттеу механизмін жасады. Мемлекеттің бұл шаралары тоқта да жүре бер деген ұстаным деп аталды. Осы кезекте Америка құрама штаттарының президенті Франклин Рузвельттің әкімшілігінен бастап ақш мемлекеті ақпараттық көлемде елеулі үлес қосты. Оны 1960 жылдардағы жалпы ұлттық ғылыми-техникалық прогрестерде ұмтылу, көптеген мемлекеттік мекемелердің пайда болуы және зейнетақылық медициналық қызметтердің жоғарылауы, 1960-90 жылдардағы мемлекеттік қызметкерлердің саны 6.400.000-нан 15 миллионға дейін өсуі. Әлемдік экономикалық дағдарыстан шығудың себептерінің бірі Еуропаның солтүстік батысында орналасқан Британия аралында орналасқан мемлекет Ұлыбритания. Ұлыбритания мемлекетінің кәсіпшілігінің өзінің дамуының бірнеше кезеңнен өткен болатын. Бірінші кезеңде либералистік-капиталистік национализациялау жүзеге асырылатын болса, 1946-51 жылы нәтижесінде осы жылдары мемлекеттің кәсіпорын секторлары қалыптасты. Екінші кезеңде национализацияланған кәсіпорындардың қызметі монополиялық экономикалық және де саяси үстемдікті нығайтуға бастады. Франция әлемдік дағдарыстан шығудың жолдары тарихында Жан Монненің жаңару немесе құлдырау процестері және Шарль де Голльдің экономикалық жаңарудың кең жоспары жалпы ұлттық маңызы бар саладағы көмір шахталарын, металлургиялық кәсіпорын, көлік жасау, электростанциялары, мемлекеттік кәсіпорындардың қызметі мен министрлік тарапынан қатаң реттелудің нәтижесінде экономикалық дағдарыстан шығудың жолдарын ұсынған болатын. 1898 жылы ағайынды Рено негізін салған фирма алғашқы автомобилін жасап шығарды. Осылайша француз компаниялар дүниежүзінің 30 елдерінде автомобиль зауыттарын
ашты. Оның негізі Peugeot Citroën концернінде жасалды. Германия 1949 жылы ақш, Ұлыбритания, Франция әскері тұрған аймақ біріктіріліп, Германия Федеративтік Республикасы құрылды. 1949 жылы қазанда Кеңес әскері тұрған аймақта Германия Демократиялық Республикасы құрылды. Германия Федеративтік Республика экономикасының ғажайып дамуы Эдхардтың жаңа либералдық әлеуметтік нарықтық шаруашылық бағдарламасына бағытталды. Ол Германияның ғажайып дамуының себебі соғыстан кейінгі ақш-тың қаржылай көмегі, яғни Маршалл жоспары арқылы 3,9 миллиард доллар алуға болды. Мемлекеттің ішкі өндірісі үшін ұлттық капиталдың үлес салмағы артты. Оқушылар, берілген мәліметтерді оқып болсаңыздар, бірінші тапсырма Кейнс теориясының бағыттарын сипаттау, дескрипторы Кейнс теориясының бағыттарын сипаттайды. Екінші тапсырма дағдарыстан шығу жолдарындағы мемлекеттердің атқарған іс-шараларымен сәйкестендіру. Дескрипторлар ақш-тың дағдарыстан шығудың жолдарындағы атқарған іс-шараларымен сәйкестендіреді. Франция дағдарысын шығару жолдарындағы атқарған іс-шараларымен сәйкестендіреді. Оқушылар, тапсырмаларды орындап болсақ, рефлексия пирамидасына жауап берейік. Сіз үйренген 4 нәрсе, сіз бұған дейін білген 3 нәрсе, сіз көбірек білгіңіз келетін 2 нәрсе, еске сақтау керек маңызды 1 нәрсе. Яғни осылар толтыру барысында сіздердің кері байланыс ұйымдастырамыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар оқушылар.